12 апта тақырыптары Қазақстан қарқынды индустрияланудың жоспарында. 1928 жылдан бастап Кеңес үкіметі елді индустрияландыруды бастады. Ол ауыр өнеркәсіпті дамыту арқылы елдің экономикалық қуатын арттыруды көздеген саясат болған. Қазақстан бұл үдерісте шикізат көзі ретінде маңызды рөл атқарды. Яғни оның ішінде пайдалы қазбаларға бай өңірлер бізде бар болғандықтан ел индустрияландыру картасында маңызды рөл алды. Теміртау, Қарағанды, Риддер, бұрын Лениногорск деп аталған, және де Жезқазған мен Балқаш қалалары қалаларындағы кен орындар игеріле бастады. Қарағандыда көмір өндірісі, Жезқазғанда мыс өндірісі, Өскеменде Қорғасын мырыш комбинаты іске қосылды. Қандай қиындықтар туылды бұл жолда? Зауыттар мен фабрикалар негізінен орталықтан келген жұмысшылар күшімен салынды. Жергілікті халықтың техникалық білімі жеткіліксіз болды. Қазақтар негізінен қара жұмысқа тартылды, яғни инженерлік техникалық қызметтерге орналаса алған жоқ. Сонымен қатар индустрияландыру процесі орталықтан басқарылды. Қазақстанның өз еркімен шешім қабылдауына мүмкін болған жоқ. Және бұл саясаттың нәтижесі ол Қазақстанда алғашқы өндірістік орталықтар қалыптасты. Біріншіден, ауылдық қалаға көшіріліп, урбанизация үдерісі басталды. Және жергілікті мамандар даярлау, ұлттық кадр мәселесі әлсіз деңгейде қалып қалды. Бұдан келесі біздің тақырып ол сталиндік аграрлық революция, дәстүрлі құрылымның қиратылуы, 32-33 жылдардағы жаппай ашаршылық және оның зардаптары туралы. 29 жылдан бастап Кеңес үкіметі ауыл шаруашылығында ұжымдастыру саясатын іске асыра бастады. Бұл қазақ даласындағы қайғылы салдарға алып келді. Ұжымдастыру және дәстүрлі құрылымның қиратылуы қалай жүрді? Ол қазақтардың дәстүрлі мал шаруашылығын жойылып, мал мүлкі тәркіленді. Ауылдардағы байлар бай кулак деп танылып, қуғынға ұшырады. Халық колхоздар мен совхоздарға күштеп кіргізілді, және еркін еңбек ету мүмкіндігі қалған жоқ. Бұл саясат қазақ қоғамының ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі тұрмыс тіршілігін күйретті. Ашаршылықтың өзіне келетін болсақ, малдың 80%-дан астамы жойылды. 28 жылы 40 миллион мал болса, 1933 жылы ол сан 4,5 миллионға дейін азайды. Азық-түлік тапшылығынан осылайша жаппай ашаршылық басталды. Зерттеушілердің мәліметіне қарайтын болсақ, онда қазақ халқының 1/3, яғни 2 миллионнан астам адам осы аштықтан қаза тапқан еді. Аштықтан аман қалу үшін халықтың барлығы жаппай Қытай, Иран, Ауғанстан, Ресейге босып кетті. Бұл босқыншылық дәуірі деп аталып кетті. Одан келесі 1930 жылдардағы саяси қуғын-сүргін. Бұл уақыт сталиндік репрессияның басталған уақыты. Және де кең ауқымды саяси қуғын-сүргін саясаты болып саналады. Бұл қуғын-сүргіннің себептері неде болған еді? Ол Кеңес үкіметіне қарсы шығып кетуі мүмкін деген барлық ұлттық интеллигенцияның өкілдерін, дін қызметкерлерін және байлар, партия мүшелерін халық жауы деп танылды. Саяси сенімсіздік, тап жаулары, ұлтшылдар, шпиондар деген желеумен жазықсыз адамдар жазаға тартылды. Яғни олардың ішіне кімдер? Алаш қайраткерлері, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев және де Жүсіпбек Аймауытов секілді жалған айыппен атылды. Қарлаг, яғни Қарағанды еңбекпен түзету лагері, Алжир ақындар мен лагердегі әйелдер түрмесі сияқты лагерлер мыңдаған адамдарды
жазықсыз қинады. Бұның нәтижесі қандай болды? Қазақ интеллигенциясы жойылып, қоғамда рухани бос кеңістік пайда болды. Халық арасында үрей мен қорқыныш қалыптасып, және де бұның барлығы тек 1950 жылдың соңына қарай ғана жазықсыз жазалағандар ақтала бастады. Осымен болды.